Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте керемет блинчиктерді дайындайтын боламыз. Ал сіздер менің видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл блинчиктеріміз сүттен жасалады және тез және оңай жасалынады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керек заттардың бәрін қанша керек екенін описанияға қалдырдым. Біз алдымен жұмыртқа, қант, тұз үшеуін бірге венчикпен араластырып аламыз. Бөлек ыдыста ұн мен ас содасын араластырамыз. Сүтіміз бөлек ыдыста тұрады. Сүттің ыстық, суық болуы маңызды емес. Сүтемізді араласқан жұмыртқаның үстіне кішкене ұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын оның үстіне сүттен кішкене құйып тағы араластырамыз. Осылай бөлек-бөлек кезегімен бірінші ұнды, сосын сүтті құя отырып, жақсылап араластырамыз. Сонда біздің блинчиктің сұйықтығы арасында ұндарымыз бөлектенбей біркелкі әдемі болады. Егер бәрін бірден салып араластырып жіберетін болсақ, біздің сұйықтығымыздың арасында ұндарымыз бөлек-бөлек болып жүруі мүмкін. Сондай бір қалыпты масса болмайды сонда бізде. Сол үшін осылай сүт пен ұнды кезек-кезек қоса отырып араластырыңыздар. Содан кейін ең соңында барып сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды да қосқаннан кейін жақсылап бір араластырып алыңыз. Сонымен біздің сұйықтығымыз дайын болады. Табамызды қыздырамыз. Табамызға қыздырып, мен майлап алдым кішкене, осылай майлап аламыз. Егер сізде блинчиктің арнайы сковородкасы болса, меніңше майлауда керек емес шығар деп ойлаймын. Сүтемізді, сұйықтықтарымызды құйып, қатты отта екі жағынан пісіріп аламыз блинчиктерімізді. Көріп тұрғандарыңыздай блинчиктеріміз уже дайын болып жатыр. Менде піскендей балалар алып кетіп жеп жатыр. Міне қалғаны. Жұқалығы міне байқасаңыз саусақ көрініп тұр. Жағынан осындай жұқа әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол сковородкаға жабысып, бір сондай дұрыс болмай қалу деген жоқ мұнда. Бәрі оңай, әдемі, жақсы шығады блинчиктеріңіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің пікірлеріңізді күтемін.